брокерлер дейді ғой, олар звондап біреуге звондап атады, бір бағалы қағаз бірдемелерді сатып алады әйтеуір. Қор нарығы бұл бағалы қағаздар сатылатын нарық. Яғни акциялар, облигациялар және тағы да басқа пайлар сатылатын нарық. Қазақстанның Кассия қор биржасы 28 жыл көлемінде жұмыс істеп келеді. Бір акцияны сатып алған инвестор ол компанияның бір бөлігіне ие болады. Эмитент қанша ақша тарту керектігін және қандай түрде болатынын шешеді. Инвесторлар дегеніміз бұл бағалы қағаздарды және басқа да қаржы құралдарын сатып алатын, сататын, жеке және заңды тұлғалар болып табылады. Демек, нені және қашан сатып алу және сату туралы шешімді сіз ғана қабылдай аласыз. Негізі ақшаңды дұрыс салу үшін көп нәрсені білу керек екен ғой. Бірақ осы жерге де сол үшін келдім. Брокерлер деген кім? Бағалы қағаздар деген не екен? Түсіндім, білем деп жүрсем, жақында бір кісімен таныстым. Брокермін дейді. Номерімді бердім, енді карточканы сатып алдым бағалы қағаздарды деп ойладым. Сөйтсем ақшамды ала береді. Өтірік брокер екен ғой. Олар кімдер сонда? Оны қалай білуге болады? Кім өтірік брокер? Қайсысы шын айтады? Алдай береді, мен соны шаршадым. Соны түсініп білу керек маған енді. Менің атым Бекзат. Бұл бағдарлама менің қаржылық сауаттылықты үйренуім туралы. Мен көптеген жаңа білім алғым келеді. Және менде бәрі ойдағыдай болатынына сенемін. Сізге бүгін бірінші сұрақ қойғым келіп отыр. Бірінші сұрақ: жалған брокерді шынайы брокерден қалай ажыратуға болады және олар адамды қалай алдайды? Ең алдымен брокердің кім екенін дұрыс танып білген дұрыс. Бұл қор биржасындағы сауда-саттыққа қол жеткізе алатын кәсіби нарық қатысушылары болып табылады. Қор биржасында сауда-саттықты бастау үшін арнайы делдалдардың қор биржасындағы сауда-саттыққа қол жеткізе алатын брокерлердің қызметтеріне жүгіну қажет. Брокерлер дегеніміз лицензияланатын қызметтері. Сондықтан алаяқтардың құрбанына айналмау үшін бірінші кезекте онда уәкілетті органның лицензиясының бар екендігіне көз жеткізу қажет. Лицензияланған брокерлердің тізімі Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің ресми интернет ресурсындағы бағалы қағаздар нарығы бөлімінде орналастырылған. Брокерлермен шарт жасаспас бұрын нені білу қажет? Алаяқтардың құрбанына айналмау үшін не істеу керек? Брокерлер жалған брокерлерден несімен ерекшеленеді? Жалған брокерді шынайы брокерден ажыратуға бірталай факторлары бар. Соларға сіз назар аударғаныңыз дұрыс. Ең біріншіден брокердің өзінің лицензиясы болу керек. Енді ол өте қызық екен, бірақ оның лицензиясының бар жоғын қайдан білуге болады? Қазақстан Республикасының аумағында брокерлік, дилерлік қызметті жүзеге асыру үшін жаңа лицензия болу керек деп айттым. Оны Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі береді. Сол агенттіктің сайтында барлық Қазақстанда лицензиясы бар брокерлер тізімімен таныссаңыз болады. Сол сайтта барлық тізімі берілген, е? Сол сайтта барлығы анық көрсетілген. Брокермен шарт жасаспас бұрын ұсынылатын қызметтер үшін брокердің комиссияларын, бағалы қағаздармен операциялар жасау кезіндегі брокермен өзара іс-қимыл жасау тәсілдерін, жасалған операциялар туралы есептер алуды қоса алғанда шарттың талаптарын мұқият зерделеу, сондай-ақ брокердің ішкі қағидаларымен танысу қажет. Брокердің алаяқ емес нағыз брокер екендігіне көз жеткізу оңай. Ол үшін Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің сайтында оның бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметтер жүзеге асыруға лицензиясының бар жоғын тексеру жеткілікті. Қаржы реттеушісінің интернет ресурсында көрсетілген брокердің барлық деректемелері лицензияда көрсетілген. Деректемелерге сәйкес келуі тиіс. Жалған брокерлер бұл қаржы нарықтарында сауда-саттық тартымды шарттарын ұсынатын тапқыр алаяқтар. Олар клиенттерден мүмкіндігінше көп ақша алуға тырысады. Содан кейін іздерін суытады. Сонда сұрақ туындайды: жалған брокерлердің тұзағына түспеу үшін не істеу керек? Жалған брокерлік компанияны қалай анықтауға болады? Жаңағы айтып кеткен лицензиядан бөлек брокерлік компанияның қаржылық құжаттарымен танысқан жөн. Ол қаржылық капиталы, брокердің пайдасы, клиенттер саны,
және оның есептілігі брокердің сайтында, биржаның және реттеуші қадағалаушы органның сайтында ашық жариялану керек. Соның барлығымен таныссаңыз болады. Одан бөлек мен сізге беретін кеңесім, брокерлік компанияның кеңсесіне барып, офисін қарасаңыз болады, өзіңіздің менеджеріңізбен танысып, және де ол компанияның филиалы болса, филиалдық желісі, ол да оң белгілі. Ал егер де брокер мысалы маған бір пайыздарды жоғары қылып айтса, басқаларға қарағанда, бұл күмән тудыру керек пе әлде, или ол дұрыс па? Әрине, өйткені нарықта сізге нақты бір уақыт арасында және нақты пайдалық көрсеткішті айту өте қиын. Мысалы, кейбір компаниялар сізге ай сайын 3 немесе 6% пайда әкелуін кепілденеді. Ол жылына алып шаққан кезде 36 немесе 72%-ға шейін көтеріледі. Ол өте көп, ондайға сенуге мүлдем болмайды. Нарықта өзінің белгілі бір кірістілігі бар, пайдасын көретін қаржы құралдары бар. Олар облигациялар, ETF немесе пайлар болуы мүмкін. Бірақ олардың түріне байланысты жылына 5 немесе 6% одан да аз болуы мүмкін. Сонда ол жаңағы егер де маған бір үлкен пайыздарды кепілденіп айтып жатса, ол маған өтірік деген сөз, жалған брокер деген сөз. Енді ол жалған брокер деп айтамаймыз, ол компаниялардың түрлері көп, ол бірақ алаяқтардың бір түрі деп айтсақ болады. Түсінікті. Айдар мырза, ал шетелдік брокерлерді, шетелдік брокерлік компанияларды кім реттейді? Шетелдік брокерлердің реттеушісі олардың тіркелген орнына байланысты. Мысалы, ақшты алып қарайтын болсақ, олардың лицензиясын беретін қаржылық қызметтер саласын реттеу қызметі сол лицензияны береді. Және бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясы сол лицензияны тіркейді. Оның барлығы ашық және айқын көріну керек. Түсінікті, түсіндім. Ал Қазақстанда ше? Егер компания Қазақстан Республикасының аумағында тіркелген болса, мен осының алдындағы айтқандағыдай, Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі солдай лицензияны беруі тиіс. Ал егер компания Астана халықаралық қаржылық орталығында тіркелген болса, онда лицензияны Астана халықаралық қаржылық орталығының қаржылық қызметтерін реттеу жөніндегі комитеті беруі керек. Ал қазақстандық инвесторлардың активтері қайда сақталған? Касседе сауда-саттық жасалған кезде орталық депозитарийде және AX-тың бағалы қағаздар орталық депозитарийінде сақталады. Жалған брокерлер әдетте бірдей принцип бойынша жүреді. Олар адамның атына жеке кабинет ашады. Пайдаланушы белгілі бір сумманы енгізеді. Пайдаланушы компания қызметкерлері ұсынатын компанияның деректемелерін тере отырып, Kiwi кошелек арқылы ақша аударады. Алаяқтар компанияның өзі шетелде деген айланы жиі қолданады. Алаяқ брокер екі ірі жобаны ұсына алады. Олар үшін сіз жеткілікті мөлшерде ақша салуыңыз керек болады. Шоттан белгілі бір ақша суммасын алғыңыз келсе, бұл жағдайда алаяқтар сізге кейінірек ақшаны сақтандыру үшін салық төлеу керек деп айтады. Ал егер клиент ақшаны сауда платформасынан алғысы келсе, онда ол сақтандыру төлемін өзі төлеуі керек дейді. Брокермен жұмыс істеген кезде неге көңіл аудару қажет? Егер сіз интернет арқылы сауда-саттық жасағыңыз келсе, ол үшін не қажет екенін брокерден сұраңыз. Компьютерге ештеңе орнатпастан онлайн мәміле жасауға болатын болмайтын сұраңыз. Әлде арнайы бағдарламаны орнату қажет пе? Егер олай болса, сауда терминалын компьютеріңізге орнатуға мүмкіндік бар ма? Егер сіз смартфон арқылы сауда-саттық жасамақ болсаңыз, олай жасауға болу-болмауын брокерден сұрап алыңыз. Бұл мобильдік қосымшаның сіздің телефоныңызға сәйкес келу-келмеуін, оның ақылы ақысы екенін тексеріңіз. Сонымен қатар түрлі комиссияларға ерекше назар аударту қажет. Брокерлердің барлығы өз қызметтері үшін комиссия алады. Бұл әр мәміле үшін комиссия немесе ай сайынғы ақы болуы мүмкін. Кейбір брокерлерде күн сайынғы ең төмен сыйақы сомасы көзделген. Оның үстіне мәміле жүргізу үшін биржада пайыз алады. Көрсеткен қызмет үшін комиссияға оның кіретін немесе қосымша ақы төлеу қажет еместігін брокерден нақтылап сұрап алыңыз. Ал егер сіз брокерлік қызметтер шартын жасасқан болсаңыз, бірақ сіздің брокеріңіз қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің лицензиясынан айырылған болса, не істеу керек?
әдетте брокерлік қызметті алу кезінде сіз оның брокерлік шотына қаражат саласыз. Егер сіздің брокеріңіз банкрот деп жарияланса, онда осы шоттағы ақша оның клиенттер арасында бөлінеді. Бұл біраз уақыт алады, бірақ банкроттың аяқталуын күтудің қажеті жоқ. Бірақ егер брокер ақшаның бір бөлігін арнайы шоттан өз шотына аударса, онда ол қаражаттың қайтармайтынын түсіну керек. Брокермен жұмыс істеу кезінде тәуекелдерді азайту үшін ақшаны брокерлік шотта ұзақ ұстауға болмайды. Оларды бағалы қағаздарға немесе банк шоттарына салған дұрыс. Сондай-ақ өзіңіздің бағалы қағаздарыңызды қорғаған жөн. Есіңізде болсын, егер мұндай тармақ брокерлік қызмет көрсету шартында көрсетілген болса, брокер сіздің бағалы қағаздарыңызды пайдалана алады. Бірақ ол сіздің бірінші талап етуіңіз бойынша қағаздарды қайтаруға міндетті. Ал егер сіз оларды сатқыңыз келсе, онда ол осы тапсырманы дереу орындауға және сатудан түскен ақшаны сіздің шотыңызға аударуға тиіс. Сондай-ақ инвестицияларды қараусыз қалдыруға болмайтынын есте ұстаңыз. Әрқашан қаржы жаңалықтарын қадағалап отырыңыз. Брокерлік шоттарыңыздың жағдайы туралы үзінді көшірме тұрақты түрде сұрап отырыңыз. Өзіңіздің ақшаңызға қатысы бар жайттарға әрқашан сақтықпен қараңыз. Оларды сеніп тапсырған адамдарды мұқият тексеріңіз және өзіңізді алаяқтардан мүмкіндігінше қорғауға тырысыңыз. Биржада алаяқтардан қорғану үшін қарапайым ережелерді ұмытпаңыз. Өз ақшаңызды сеніп тапсырғыңыз келетін брокерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымның лицензиясының болуын тексеріңіз. Лицензиясының болуын тексергеннен кейін брокерлердің сенімділігін басқа көрсеткіштер бойынша бағалау қажет. Рейтинг, қаржылық көрсеткіштер, акционерлер, осы өлшем шарттардың барлығы брокердің сенімділігі туралы куәландырады. Мысалы, қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің сайтында брокерлер бойынша жалпы мәліметтер орналастырылған. Келесі қадам қызметтердің бағаларын салыстыру. Брокерлік компаниялар өздерінің тарифтерін өздерінің сайттарында жариялайды. Осылайша брокерлік компанияны таңдау үшін алдымен оның сенімділігін, брокерлік компанияның қызмет көрсету шарттары мен тарифтерін зерттеу қажет. Тым кеш болса да, жалған брокерлерді шынайы брокерлерден ажыратуды үйренді. Жалған брокердің қолына қалай түсіп қалмау керек екенін үйрендім. Шынымды айтсам, қаржылық сауаттылығымды арттыру үшін эксперттің көмегіне жүгінгенім өмірімдегі ең дұрыс таңдаулардың бірі болды деп ойлаймын. Болашақта әлі де өзімнің қаржылық сауаттылығымды арттырамын. Өйткені алда қызықты тақырыптар өте көп. Және тағы бір айта кететін зат, мен бағалы қағаздарға ақша саламын деп белгілі. Кім өтірік брокер, кім шын брокер екенін анық қанығын білдім. Өте қызық екен. Нарық қоры дегеніміз негізі өте қызық. Бағалы қағаздармен айналысып келеді, акцияларды алғым келеді. Бірақ нар тәуекелде бәрін ала беруге болмайды екен. Біріншіден, инвестицияны қалай бастауға болады? Жинақ ақшасы бар адамдар көбінесе оларды инфляциядан қорғау немесе инвестициялау арқылы көбейту мүмкіндігі туралы мәселелерге тап болады. Өзінің тұрақты кірістері бар, беделі бар және ең ірі компаниялардың біріне өзіңіздің инвестицияңызды жасағанды ұсынар едім. Жалпы айтқанда бір екі стратегияны алып қарасақ болады. Ол бірінші консервативті деп аталады. Ол кезде сіз ең бірінші бастапқысы өз қаражатыңызды жоғалтпау. Қор нарығының күрделі құралдары мен мәмілелер жасау үшін инвестор үлкен тәжірибе мен осы құралдардың ерекшеліктерін білуді қажет етеді.